Армысыздар, құрметті желі қолданушылары, құрметті көрермендер. Бүгінгі қазақтың ұлттық аспабы, біздің ұлттық домбыра күні мерекесі баршаңызға құтты болсын. Осы мереке қарсаңында күйші біздің бүгінгі қонағымыз Жебе Мұрат Жаңбырбайұлы. Осы кісімен бір сұхбат өткізгіміз келіп отыр. Енді Мұрат аға, біріншіден қош келдіңіз дейміз. Сізге қоятын енді ең алғашқы сұрағымыз, жалпы өзіңіз осы өнерде үлгі тұтқан, өнердегі бағыт берген ұстаздарыңыз кімдер болды, солар туралы бірінші өнерге жалпы келуіңіз туралы айтып өтсеңіз. 76 жылы осы музыкальный школа деген болды. Баяғы музыкальный школа, қазіргі музыка мектебі, өнер мектебі дейміз ғой. Соған оқуға келгенмін. Сол кезде кішкентай кезіміз, 4-ші класс, 5-ші класс кезіміз ғой. Сол кезде Измахан Қараман, Измахан сол кісі алғашқы ұстазым болды. Ол күйші әрі мықты музыкант еді. Сол кісі осы домбыраға баулып, осы домбырадан дәріс алып 80-ші жылы бітіріп шықтым. Сөйтіп 80-ші жылы Қызылорда музыкалық училищеге оқуға түстік. Соны бітіргеннен кейін елге оралып, 84-ші жылы осы өзімнің мектебіме жұмысқа орналастым. Сол 84-ші жылдан бері осы мектепте үздіксіз жұмыс жасап, балдарды осы домбыраға үйретіп. Шәкіртсіз енді ғалым тұл дейді ғой. Енді сол сіз өзіңіздің тәрбиелеп жатқан шәкірттеріңіз жайлы айтып өтсеңіз, депутатын қазіргіде үлкен сахнада жүрген, үлкен байқаулардан орын алып келген шәкірттеріңіз, жетістіктеріңіз бар ма, осы туралы айтып өтсеңіз. Енді ол шәкіртсіз бола алмаймыз. Сондықтан да бізде музыка мектебінде қазір өзімнің бірге жұмыс істеп жүрген, өзіммен әріптес болып жүрген Қосуақов Ақылбек, Ғазиза, өзіңіздің шәкірттеріңіз қазір бірге өзіммен қызметтес болып жүрген Ғазиза деген ұсым бар. Сосын дағы сыртта жүрген, сыртта мынау өзіміздің еліміздің түрлі қалаларында жүрген шәкірттеріміз бар. Рахмет аға, енді шәкірттеріңіз әлде де болашақта да үлкен жетістіктерге жете берсін деп тілейміз. Енді жалпы өзіңіздің ойыңызды айтып отырсаңыз, жақсы кәсіби домбырашы болу үшін негізі үлкен еңбек керек па, әлде ең бірінші адамға бойына талант, Алла берген қабілет болу керек па деген нәрсені сұрағымыз. Енді талант болу керек қой енді. Ол енді талантты болып арман қарата өзі қанша еңбекпен келеді. Кішкентай жасынан келеді. Біздер кезінде осы кішкентай кезімізде бізде Асанбай дейтін кісі болған. Сол шал, көшеде жүретін жетім шал дейтін едік. Сол кісі домбыраны нағыз нақышына келіп ойнайтын еді. Ол енді мынау құйма құлақ дейді ғой. Сонымен үйренген кісі. Енді ол ешжерде оқымаған, ешқандай нетпеген. Мына біздің орекеңдердің алдында ол кісі домбырашы еді. Біздің көзіміз көрген енді. Ол кісілер қайтыс болып кетті ғой. Сол ата келатыр деп бәріміз үйге келген кезде домбыра беріп күтіп отырамыз. Ол кісіге домбырамыздың ішегін бәрін дұрыстап, тиегіне дейін салып беретін еді. Ағы мен бабы қатар келген дейді ғой. Талант та керек, еңбектену де керек. Еңбектену керек. Рахмет. Енді жалпы болашақта жүзеге асырғыңыз келіп жүрген үлкен жобаларыңыз, немесе алға қойған мақсатыңыз, қандай армандарыңыз бар, сол туралы бір ауыз айтып өтсеңіз. Енді мынау біздің өзіміздің мектебіміздегі қазіргі шәкірттеріміз одан сайын көбейе берсін деймін. Шәкірттерге біздер қолдан келгенше енді зейнетке шығатын уақыт болып қалды. Қолдан келгенше сол бар өнерді білгеніміздің бәрін сол балаларға бойына сіңіріп, жаңа концерттерде арасында ойнап жатқан оқушыларым бар кешегі. Биылғы үлкен сахнаға шығару дейсіз. Үлкен сахнаға шығарып, осыларды баулып, елге, осындай өзіміздің жерге қызметін жинап жасап жүрсін дейміз әрдайым. Осындай армандарыңыз, тілектеріңіз, мақсаттарыңыз орындалуына тілекшіміз. Енді бүгінгі осындай керемет мереке қарсаңында өзіміздің бір күйді тыңдасақ деп отырмыз. Мынау бүгінгі ұлттық мереке күніне, домбыра күніне осы өзімнің әріптестерім, өз мектебінің, өнер мектебінің ұстаздары, және тағы түрлі қалада жүрген өзім әріптестерімнің бәрін осы үлкен мерекемен құттықтағым келіп отыр. Әрдайым аманшылық болсын. Жылдан жылға осы домбыраға деген осы өшіріп отқан
тәрбиелеп отқан балдарымыздың құштарлығы арта берсін дейміз. Әрдайым да биік шыңдардан көріне берсін. Мерекеден мерекеге жете берейік. Еліміз сау болсын, аманшылық болсын дейміз. Мырза атамыздың ташауыз деген не бар, соны орындап берейін. сұхбатымызға келгеніңізге рахмет айтамыз. Тағы да мерекеңіз құтты болсын. Болашақта мынау шәкірттеріңіз тігілген биік белестерден көріне беруіне тілекшіміз. Мереке тағы да құтты болсын.